пайғамбарымыз қалай ораза тұтты деп ізденбейміз бе екен? Айша анамыздан сұрапты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай ораза тұтты екен деп. Сөйтсе Айша анамыз айтыпты, басқа айларды қайдан? Осы айда пайғамбарымыз ерекше болатын. Түнін аз ұйықтайтын, күндізін көп ғибадатта болатын. Түнде бізді қайта тұрғызып, ғибадатқа қарай шақыратын дейді. Қараңызшы, ораза айының барлығы осылай өтеді. Рухани байлықпен өтеді, бауырлар. Екінші ақиқат құрбандықтағы. Яғни біріншісі жүректен болса, екінші ақиқат махаббаттан болады. Аллахқа деген сүйіспеншіліктен болады. Білесіздер, адамның екі баласы болды, адам атаның. Екі баласы бір қызға таласты. Нәпсіге қайтадан ақиқат қоя өмірдің. Нәпсі. Адам нәпсіге таласады, тамаққа таласады екен. Екі ақиқат. Тамақ. Не істерін білмегенде құрбандық шалыңдар дейді оларға. Сонда құрбандық шаламын деп екеуі құрбандық шалады, біреуінікін қабыл етпейді. Неге? Өйткені ол адам малының ішіндегі ең әйтеуір біреуін береді Аллахқа. Әйтеуір біреуін. Махаббатын көрсете алмады. Ал біреуі малының ішіндегі ең мақтысын береді. Ең төресін арнады. Махаббатын дәлелдеді. Аллаға деген махаббат құрбандықта ғана білінбейді. Оразада ол құрбандық, бауырлар. Аш жүрсеңіз, Алла үшін аш болыңыз. Алла үшін болыңыз. Көзіңізді қисаңыз, Аллах үшін болыңыз. Бауырлар, ораза айы Құран айы дейміз. Осы Аллах үшін дегенді Құранмен түсіндіргім келеді. Құран оқумен түсіндіргім келеді.